Қасиетті бала. Бір жылы құрғақшылық болып, деревня кедей шаруалары священникке келіп, одан қасиетті баланың мүсінін сұрайды. Олар мүсінді егістік алқабымен аралап жүріп, дұға оқып, жаратушыдан жаңбыр сұрамақшы болады. Священник баланың мүсінін алуға рұқсат етеді. Шаруалар статусия қасиетті Антоний қолына ұстаған қасиетті баланың мүсінін алып, егіс алқабына аралап дұғаларын оқиды. Шаруалар үйлеріне қайтуға жиналған кезде аспанды қалың бұлт торлайды. Олар дұғамыз қабыл болды, енді жаңбыр жауады деп қуанады. Бірақ жаңбырдың орнына жерге ауыр үлкен бұршақтар топырлап түсе бастайды. Ауа райының қолайсыздығынан деревня тұрғындары қасиетті баланың мүсінін шіркеуге қайтарып үлгере алмайды. Аяқ астынан жауған бұршақ шаруалардың еңбегін еш қылып егістікті бүлдіріп кетеді. Мұны көріп, шаруалар священникке қайта келді. Падире, бізге қасиетті Антонинді бере тұрыңызшы. Не үшін? Оған өз ұлының кеше бізге не істегенін көрсеткіміз келді, депті шаруалар.